Сәлем достар, бұл бейнеде сіз бай болуға кедергі келтіретін ақша туралы ең көп таралған идеяларды білесіз. Біз солардың негізінде өстік және олар біздің бай болуымызға кедергі келтіреді. Осы ойлардан арылмасаңыз, сіз ешқашан байымайсыз. Бұл видеоны соңына дейін қараңыз және бұл сіздің байлыққа қарай қадамыңыз. 10 үлкен ақша қатесі. Ақшасы жоқ адамдардан ақша туралы кеңес алу. Айналаңыздағы адамдар сіздің күніңізді қалай өткізу керектігін сізден жақсырақ біледі. Ол әрқашанда қаржылық қиындықтар болған және бола береді де, біз көретін адамдар біздің достарымыз, ата-анамыз, әріптестеріміз ақшаны қалай жұмсау керектігі туралы кеңес береді. Олардың пікірлерін ести аламыз. Бірақ оларға ерудің қажеті жоқ. Миллионер болғың келсе, қаржылық еркіндігі бар адамдардың кеңесін тыңда. Жүргізуші боламын десең, жүргізушінің кеңесін тыңда. Егер сен болмасаң, ақшаны санаудан шаршаған миллиардер, сіз кіріс пен шығысыңызды бақылауыңыз керек. Ақша санауды ұнатады. Есептік жазбаны жүргізген кезде қажыңызды қадағалай аласыз. Сіз ақшаны не нәрсеге жұмсауды тоқтатып, табысыңызды көбейту үшін ақшаны не үшін жұмсау керектігін үйренесіз. Егер сіз ақшаны басқармасаңыз, ақша сізді басқарады. Үшінші жолы, мен өз ақшамды өзім табамын. Мен ақша жинай алмаймын және үнемдей алмаймын. Ақшаны әркім жинай алады деген ой есімде. Тек бір түрлі адамдар көп, бір түрлі адамдар аз. Көзқарастарың мен несиелерің көп болса да, ақшаны алдымен көзіңе, сосын өзгеге беруді үйрен. Егер қолынан келетін ақшаны пайдалана алсаң, 5-10 қызығушылықты алыңыз. Сіз ештеңе сезбейсіз. Бұл 5%-ның өзі сізге көп болса, 1%-ын аздық етеді. Бірнеше айдан кейін сіз көп ақша жинайсыз. Бұл ақша сіз үшін қауіпсіздік жастағы болады және сізге сенім ұялатады. Жоқтан 100 сом жақсы екенін ұмытпа. Статистикаға сәйкес көптеген миллионерлер қарапайым жұмысшы ретінде жұмыс істеді. Тек олар айлық жалақысының бір бөлігін бөлуге мәжбүр болды. Сосын оларды біраз жерге кіргізіп алған 4-ші жол бай болу үшін ерте тұру. Сіз тек жақсы көңіл күйде болып, өзіңізге ұнайтын іспен айналысуыңыз керек. Егер сіз өзіңізге ұнайтын нәрсені жасасаңыз, уақытыңызды ықыласпен өткізесіз және басқаларға қарағанда көп нәрсеге қол жеткізесіз. 5-ші қатарға инвестиция салу үшін көп ақша қажет. Бұлай емес, шағын инвестициядан бастауға болады. Оған мысал, криптовалюталар 2010 жылдың 3-ші жылы биткоинге $100 салып, 7-ші 2010 жылы $18,000 тапқан болар едіңіз. Біздің уақытта мүмкін емес ештеңе жоқ. Іздеген адам міндетті түрде табады. 6-шыдан қомақты ақшаның өзі еңбекпен ғана табылады. Оған сенсең болады. Сен үшін көп ақша табу қиын да мүмкін емес іс сияқты көрінеді. Бәрі сіздің оған деген көзқарасыңызға байланысты. Ол сізге байланысты. Егер сіз осы сенімді жойсаңыз, сіздің алдыңызда армандамаған мүмкіндіктер ашылады. Генри Форд әлемдегі ең жақсы жұмыс, ең табысты жұмыс екенін айтты. Көптеген адамдарда мұндай қате түсінік бар. Ақшасы көп болмаса, басқаларға ештеңе бере алмайды. Бірақ бұл өтірік, өйткені жұмысы мен басқа да істер үшін сізден де кедей адамдар болады. Ақшаны үнемдеу әркімнің қолынан келетінін тағы да атап өткім келеді. Біреулер ғана 100 сомды тартып алады, біреулер 100 мыңға сылтау айтуды қояды. Садақа деген өте маңызды нәрсе. Ол адамның рухани жан дүниесіне нәр береді. 8-ші қатар, ақшам көп болса, менің барлық мәселелерімсіз өмір сүремін. Егер сіз бар қаражатыңызды дұрыс пайдалануды үйренбесеңіз, проблемаларыңызда тек көп ақша болады. Көбірек жасауға болады. Қаржылық сауаттылығы жоқ адам көп ақша тапса да, оны орынды пайдалана алмайды. Ол өзіне қажет емес жаңа көлік пен құрал жабдық сатып алғанда күтпеген жағдайлар мен
инвестиция туралы ойламайды. Адамның ақшасы неғұрлым көп болса, соғұрлым оның шығындары болады. Тұрақты табыс көзінен айырылған ол төлем жасай алмайды. Мәселе ғылыми еңбектер. Неге ақша жоқ екенін саналы түрде сезінбесең, проблемаларың қала береді деп ойлайды. Бұл жабық шеңбер, ал 9-шысы ақша сызығы адамды бұзады. Ақша адамның руханилығын тексеретін ең үлкен фактор. Әрине, ақша адамды қатты өзгертеді, бірақ кімнің қолында олар да үлкен маңызға ие. Ақша күш пен әрекет, ол адамға үлкен сенім ұялатады. Бірақ сіз ренжіген байға қарағанда ашулы кедейді кездестіресіз. Ақшаның аспектісі жаман. Бос сөздерден дереу құтылыңыз. Бұл ойды әлемдегі ең бейшара бақытсыз адам айтса керек. Ақша жақсы нәрсе, ақшамен қаңғыбастарды ақшамен құтқара аласың. Ақшамен ауру балаларды емдей аласың. Біреуге аурухана немесе баспана сала аласың. Өзіңе және отбасыңа ең қажетті болашақты қамтамасыз ете аласың. Сонша жамандықпен қол жеткізуге болады. Достар, бұл видео сіздерге оларға деген көзқарасыңызды өзгертіп, алға қойған мақсаттарыңызға жетуге ынталандырады деп сенеміз. Егер сізге бұл арна ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіз, біздің арнаға жазылыңыз және ештеңені жіберіп алмау үшін қоңырау мен лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Бізді бақылағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.